Маңғыстау мен Үстірт 360 әулиенің мекені. Ғасырлар бойы бұл топырақ талай құпияны бауырына басып үнсіз жатыр. Бірақ халық жады кітаптан да берік. Сол жаттың тереңінен бізге бір есім қайта оралды. Ол ұлы Пірбекет атадан тура бір ғасыр кейін өмірге келген. Оның өнегелі ісін ізгілікпен ілгері жалғастырушы, халық аруақты ата деп ардақтаған Аманбай Жетемісұлы. Аманбай ата Жетемісұлы 1850 жылдары ауыл ақсақалы Жетемістің отбасында Жем өзенінің бойында Аманбай Тоғай деп аталатын атаның атымен аталған атамыз өмірге келген. Атырау, Маңғыстау, Үстірт өңірлерінде 1850-1932 жылдар аралығында өмір сүрген. Тілмен айтқаны келіп, көзбен атқаны құлаған, алдағыны болжайтын, көріпкел әулие, ұшатын қасиетке ие, жақсылардың тұяғы алтынның сынығын. Өкінішке орай ол кеңес үкіметінің кезінде үкіметтің есебіне алынбады. Тек қана халықтың айтылуымен ғана келіп, күні бүгінге дейін солай дәріптеліп, халықтың аузын айтумен ғана айтылып келе жатыр. Суреті деуге болады. Бұл енді ол кісі суретке түспеген кісі ғой. Атамен туыс Юхан деген әкеміздің суреті соған ұқсас деп халық айтты сол кезде. Біз соған айта отырып, художникке салдырдық суретін, соның суреті. Аманбай ата Алланың рақымымен, көңілі жабырқағандар мен шын ықыласпен еміздегендерді зікір салып емдеген. Ол тек зікірші, емші, бақсы емес, алдағы қауіп-қатер мен табиғи апаттарды күн ілгері болжап, халықты сақтандырған болжамшы, көріпкел шайхы еді. Оның өмірі тұнған аңыз, ол өзін бір ауыз сөзбен сипаттайтын. Аманбай ақ, Алла хақ. Жас Аманбай үйленбек болып Қараш ауылына табан тірейді. Қалыңдығымен оңаша, шымылдық ішінде отырғанда, жүрегі жарылардай қуанып, Аллаға шүкіршілік етіп, сұлу қызға сүйсіне қарап, «Я хақ, Аманбай ақ» деп күбірлей береді. Сонда қалыңдығы оның бұл сөзін түсінбей, еркелей сылқылдап күліп, «Оқ» деп қалжыңдаса керек. Аманбай оның оқ дегенін Тәңірдің белгісі деп ұғады. Осы сәтте ол, «Я хақ, ендеше Аманбай енді мына қызға жоқ» деп шымылдықты серпе ашып, үйден шығып кетеді. Осы оқиға оның бүкіл өмірінің бағыт-бағдарын айқындап берді. Ол осыдан кейін дүние қызығынан, отбасылық өмірден бір жола бас тартып, хақ жолына түседі. Ол ешкімге орынсыз тиіспеген, кісінің ала жібін аттамаған, алайда арам пиғылды адамдарға қаһарланып, «Аманбай ақ, пәленшенің түйесін қақ» деп қарғағанда айтқаны дәл келетін болған. Перзент зарын тартқан аналарды шымылдық ішіне отырғызып, еңбектеген балаша тізерлетіп, үстінен зікір салып емдеген құдіретті емші еді. Сипағанда ауырған бел жазылып, тіпті ботасы өлген түйеден сүт саудырғаны ел аузында қалған. Аманбай ата мен дауылпаз жырау Қашағанның рухани байланысы ерекше еді. Ата ақын жырлағанда, оның қос иығында сыбырлап, сөзін жазып тұрған нұрлы періштелерді көрген. Бірде Қаратүле ауылына Хиуа ханның әскері жақындап келеді деген суыт хабар жетіп, жұрт абыржыды. Жігіттер қару асынып, ақсақалдар Аманбай атаға жүгінді. Бірақ ата, қан төкпеңдер, қыр астындағы ақ құйрық тоқтыны құрбандыққа шалыңдар деп тоқтатты. Жау шекке жеткенде аттары үркіп алға баспай, бейне бір көрінбес тосқауылға тірелгендей кері қайтты. Халық мұны атаның құдіреті деп білді. Енді бірде мамыражай уақытта Аманбай ата ел аралап, алдағы ақ түтек боранды ескертеді. «Қапы қалмаңдар, жақын күндері күн суытады, артынша жауын шашын күшейіп, соңы қалың қарға, ақ түтек боранға ұласады, сағызға көшіңдер» деп жар салады. Ескертуді түсініп, қыстауға қоныс аударған ауылдар ғана аман қалады. Тыңдамағандар боранда малдарынан айырылып қасірет шекті. Аманбай ата 82 жасқа қараған шағында өз ажалының таң алдында келетінін дәл болжаған. Ол өзін мешіт су топырағындағы жарғабаққа жерлеуді аманат еткен. «Мені аса биікке де, аса ойға да қоймаңдар», орта тұстағы жарғабақтағы өзі жерленетін орынды көрсеткен.
Кейін сол орынды қазғанда астынан 2 үлкен тас шыққан. Оларды алған соң тереңдігі шамамен 1,5 метр болатын қабірге ұқсас табиғи кеуек табылған. Ағайындары Аманбай атаны дәл сол дайын орынға арулап жерлеген. Аманбай ата өмірден өтер алдында Алладан тәнін жаңбыр суымен пәктеуді тілеген. Қайтыс болған сәтте нөсер жауып, құп-құрғақ қарын тақыр суға толып, әулиенің мүрдесі сол жаңбыр суымен жуылған. Сонымен бірге жерленгеннен кейін елді үдере көшуге шақырып, алдағы үлкен нәубет, репрессия мен ашаршылықты ескерткен. Адам қаны сел болып ағады деп сол зобалаңды бейнелі түрде сипаттаған. Кеңес үкіметінің шамамен 70 жыл билік құрып, кейін қан төгіссіз құлайтынын алдын ала айтқан. Ол құлағаннан соң қазақ елі егемендік алып, дін мен салт дәстүр қайта жаңғыратынын болжаған. Бұл айтылған ақпараттардың басым көпшілігі көнегөз шежіреші Түркменбай Ауданбаев қарияның айтуынан жинақталған болса, қазіргі таңда естігенімен бөлісуге ниетті ұрпақтары да баршылық. Қосқұлақ руынан Нәурзек тараған. Со Нәурзектің Аманбай Қаражан түркесінің қалыңдығынан туған Бибғали деген қызының қызымын, жиенмін, Тағынайдың қызымын. Әкем аты Мұқан, өзімнің атым Жұмагүл. Қарабауыр деген Аманбай атаның жатқан жерінде мынан пәленше деген жер, Қарабауыр деген жер бар. Аманбай атам бала болып ойнамаған дейді, көкек болып ойнайды екен дейді. Мен мынау тек Бибіғали анамның айтқан сөздері. Қаражан атам болса, ол да күшті азаншы болған кісі екен. Мына Түрке деген болса, Түркеде үлкен ел. Түркеден бір ұл, 3 қыз болған, ай болған, үміт, күбіт, сосын кім? Қашқынбай деген бала болған. Мына Қаражаннан Ықылас, Юхан, сосын жаңа кімнен болса, Ықыластан болса, менің шешем қалыңдықтан туған. Юхан нағашымнан 2 қыз бар, Гүлсара, Сарагүл деген. Құрметті ағайындар, мен Қосқұлақ, Нәурзек, Юхан қызы Сарамын. Мен осы Аманбай ата туралы айтқым келеді. Аманбай атаның енді аруақты қандай ата болған бәрі кітаптарда да бәрінде жазылып жатыр ғой. Ол кісінің кереметтігінің бәрін менің әжем орынша сол кісінің жаңағы аруағының қандай күші бар екенін, сол үйіне келетін кездерін айтқан, қайнаған болды деп айтқан. Қаражан деген кісі Аманбай атадан көп жас кіші. Баяғы Аманбайдың қалдығына атастырған кезде жас болған, 15-18-ге жетпеген болу керек. Сол қалыңдыққа атасып қалған. Содан бала болады, Ықылас болады, Ықыластан Бибіғали қалады. Осының бәрін әжеміз айтып кетті, жақсы қылып. Менің әкем Юхан деген кісі 84-ке келіп қайтты. Мен Қаражанова Гүлсара Юхан қызы 1957 жылы Түркменстан Красноудский қаласында туғанмын. Әкем Қаражанов Юхан Қаражанұлы 1929 жыл туған. Аманбай ата қайтыс болғанда жақын туыстары оның басына алғашында шағындау кереге мола салған. Өкінішке қарай, екі арада өткен 70 шақты жыл ішінде кереге мола құлап, тек орны ғана қалған болатын. Алайда шексіз құрметтің белгісі ретінде 1999 жылы ағайын туыс және ел азаматтарының ұйымдастыруымен Аманбай ата кесенесі тұрғызылды. Бүгінде оның мешіт судағы кесенесі мен ұрпақтары қастерлеп сақтап келген қасиетті жәдігерлері елдің рухани тірегіне айналып, имандылық пен адалдықтың мәңгілік үлгісі болып қалуда. Бұл мекен қазіргі таңда мыңдаған адам келіп дұға тілейтін киелі орынға айналды. Атаның рухы әлі күнге дейін елге пана. Ел аузындағы аңыздарға сүйенсек, боранды түнде жолдан адасып, үміті үзілген жолаушыларға қараңғыдан көздер жанып тұрған үлкен ақ үкі ұшып шығып, қанат қағып оларды кесенеге аман есен бастап әкеледі екен. Аманбай құдықты іздеп таба алмай жүрсек, бір жерлерден шыққанда, нен үкі жаңа құсы бар ғой, сол жерден шықты бүйтіп ұшып. Киелі тарихтың тілсіз куәгерлері ретінде атаның тұтынған заттары, бас киімдері, қамшылары, аса таяғы, белбеуі, сандығы мен шапашоты бүгінге дейін жеткен. Әзірде көздің қарашығындай қастерленіп сақталуда. Ұрпақтары бұл киелі мұраларды іздеп тауып, кімнің шаңырағында сақталып тұрғанын тізбектеп қойған.
Кезінде Аманбай ата осы қамшысымен, асасымен талай науқасты емдеп, жын шайтанды аластаған. Биранов Шура Шесенбайұлы руым Қосқұла Наурызек адаймын. Әжем келін болып түскенде біздің үйге Аманбай ата біздің үйде болады. Мал келіп жатқан уақытта әжем түйе келеді дейді ма, сосын сол түйені сауғысы келеді әжем. Түйеге қатты ширіп кеткен, ширіп жіберген әжем. Сол Аманбай ата әжеме неткен ғой, ұрысқан ғой. Мына келін неге үй болай ана малға қатты ширейттен, сосын бір уақытта тек жоқ болып кетті дейді, ұшып кетті ма білмеймін, жоқ болып кетті дейді сосын Аманбай ата. Сосын әжемде бала тұрмаған. Сосын ана үлкен атамыз ғой енді ана Аманбай атамыз, Аманбайды әке дейді ма, сөйтіп айтқан ғой, сөйтіп айтқан дейді. Сол ренжіп кетіп еді, енді оған бару керек, кешірім сұрау керек. Сосын сол әжеміз біздің бір өте шебер адам болған, бір Аманбай атама өзім бір жақсы әдемі камзол тігіп бердім деді ол әжем. Кездескенде соны Аманбай атаға береді ғой, соны тіккен затын. Сосын Аманбай ата енді кештім бала деп мына қамшыны біздің үйге тастап кетеді, қамшысын. Содан кейін біздің үйде менің әкем туады 16-шы жылы. Сосын одан кейін 28-ші жылы апамның қарындасы 28-ші жылы туады. Қолымда тұрған көк аса руы Қосқұлақ Нәурізек Жетемесұлы Аманбай атаның көк асасы. Бұл аса біздің шаңырағымызға келу тарихы осыдан бір ғасыр бұрын кәкем Келаман діни сауатты сондай қайраткер молда болған Аманбай атамызбенен жан дос бірге жүрген. Сол Аманбай атамыз көзінің қарасында еді, осы атамызға кәкемізге табыстап беріп кеткен. Айтып кеткен батасы: әуелі Алла жапырағың жайылып ұрпақтан ұрпаққа кетер, осы асамды көзімнің қарасындай қылып сақтарсың, ақ тілегіммен ақ батамды бердім деп аманаттап табыстап кеткен екен. Енді осы біздің шаңырағымызда бір ғасырдан жуық келе жатыр, сақтаулы. Оның алдында кәкем Келаман ұстады, одан соң оның ұлы Ахмет атам ұстады, одан кейін әкем Амалбай ұстап келеді. Қазіргі таңда осы мен шаңырағымда Ақтау қаласында сақтаулы тұр. Мына қамшы менде қазір сақталып тұр. Осы қамшы бұны әкемнің ағасы Қаражан, 3 ағайынды болған кісі ғой, Түрке Аманбай Қаражан деген. Сол Аманбай атамыз жаңағы Қаражан Юханға 5 жасында өріп жасатып берген екен. Өзі қолмен жасаған ба, енді оның жағын білмедік. Сол әкеме арнап жасаған екен мына қамшыны. Содан бұл қамшы әкемде болып, берге дейін әкем 30 жастарына таяған кездеме әкесі Қожелде тұратын ағасы Жақупов Нұрпеке деген ағамызға беріп кеткен екен. Аға, сенде мына қамшы бола тұрсын деп берген екен. Содан сол кісі сақтап келатыр екен. Ол кісі 1991 жылы дүниелік болды. Сонда мен сол кісіге барғанымда осы қамшыны өзіме алып келдім. Содан бері менің қолымда бұл қамшы мінекей. Көненің көзі ескіріп тұр, енді мына жері үзілді қазір. Киелі қамшы, талай адамдарды осы киелі қамшымен емдеген екен. Бала көтермеген адамдарды, былай нетіп көтеріліп ауырған адамдарды осы қамшымен кезінде емдеген екен енді. Аманбай атаның қамшысының біздің әулетімізге келу тарихы Бейнеуде Сыңғырлаудың бойында Омар Тұр кесенесі бар. Бұл қамшының келу тарихы Тұр атамыздың жұбайы Торыш енемізге Аманбай атамыз үйінен дәм ауыз тиіп, үйінің босағасына іліп кеткен екен. Сонда енемізге айтып кеткен екен: қыс баласы тоңбайды, жаз баласы оңбайды, Мақтарал деген жерге қоныс аударасың деп. Қазіргі таңда осы қамшы Түркістан облысы Мақтарал ауданы Мырзакент кентінде Тұр атамыздың тікелей немересі Тутанов Михаил атамыздың үйінде сақтаулы тұр, қара шаңырағында. О, жаратушы ием, өзіңнің әміріңмен 1850 жылы мына пәни дүние есігін ашқан көп пенделеріңнің бірімін. Әкем жетемістің шаңырағынан өрбіген Түрке мен Қаражан болғанда, үшіншісі мына мен Аманбай деп аталыппын.
әке отбасында көшіп қонып жүріп, әуелі балдәурен балалық базарыммен қоштастым. Оң мен солымды таныдым. Жақсылық пен жамандық дегенге ой жүгірте бастадым. Өмір не, өлім не? Бұл жөнінде де толғандым. Толғанған сайын ой түбіне жете алмай қартайдым. Жастық шақта туған елім, қазағымнан алған басты сабағым, әуелі жаратқан ием Алла тағала. Қалды әулие әмбиелер жалқай көр, сақтай көр, бәле жала кесапаттардан деп өрлетін ақ тілек болды. Ата-анамнан кейінгі тәлім тәрбие берген ұстаздым Ескелді төлеген сұпа болатын. Айналайын бекет атам, әруағының сірә жөні бөлек қой. Менің дүниеге, өмірге деген көзқарасымды қалыптастырған, желеп жебеп жатқан әулиелерім осылар. Осынау екі құдіреттен алған басты сабағым халқымның санасына имандылық, адамгершілік дәнін себу болды. Адамгершілігің жоқ екен, демек ерте ме, кеш пе, ең алдымен Алла тағала алдында, қалды өзің секілді жұмыр басты пенделер алдында, күнәға жетелер, іс-әрекетке бойырасың. Ең болмағанда аузыңнан жаңыласың, тіліңнен кетесің. Өйткені басқа пәле тілден келеді. Оның бұлай екендігіне 80-нен асқан жасаған ғұмырымда опасыз мына дүниеде көргендерім мен көңілге түйгендерім дәлел. Есейіп ат жалын тартып, мінген шағымнан көкейімде күндіз түні аманбай ақ, Алла хақ деген сөз жаңғырып тұратын. Адам бар жерде шайтан бар, жақсылық бар жерде жамандық бар. Осынау ғұмырымда қаншама жетесіздер, таңқылар мен қос кеуделер, судан таза, сүттен ақ жүрген пенделерге, соның ішінде маған да тілі тиіп қысым көрсетпеді. Жауыздығы мен жаулығын асырмады дейсіз бе? Мұндайда олардың да, өзімнің де арыма дақ түсірмедім. Аққа жақ болып, әлгіндей парықсыздардың талайының сазайын тартқыздым. Атырау мен Маңғыстау, Каспий мен Арал арасындағы елдің бәрі Аманбай әулие, Аманбай әруақтата деген атағыма қанық. Халқым берген баға бұл. Шүкіршілік. Сол биігімнен аласармай жарық дүниеден өтіп барамын. Өкініш жоқ. Артымда елім таныған азды көпті ісім қалар. Ісімді жалғастырушы Ешман, Дәуітбай сынды шәкірттерім қалар. Иә, менің үйлену тойым бастала түсіп, сәтсіз аяқталды. Бірақ мен қалыңдығыма ешқандай залал салмадым. Тек оны мен қосыла алмайтынымды айттым. Бұл өзі менің бұдан былайғы өмірімнің бағыт бағдарында айқындап берген оқиға болды. Қара басымды бағумен өмір кештім. Қасиетім бе, қасіретім бе, оның кесім үкімін заманымнан көрейін. Алла тағалам алдында ақ жолдан таймауды мұрат тұттым. Осы ақ жолға келгенде мен үшін қиғаш кеткеннің, Құдай жолынан, шариғат үкімінен аттағандардың бәрі бірдей. Мейлі, туыстас бауырым болсын, туған туысқаным болсын, кешірмеймін. Мен осынау жарық дүниеде исі пенденің ала жібін аттап өткен емеспін. Адам баласы түгіл өзге жан жануарларға да тиіспедім. Өйткені бұлардың обалы күшті. Сүтті үйіп отырған елді қашанда хақ жолынан тайғандар бүлдіреді. Қырбайлық па,